Значит, солдат увольняется и заходит к своему командиру попрощаться. Слышали уже? Нет. Разве? Ну ладно. В общем, сержант такой. Ты не бойся, как отсюда выберешься, просто сядешь и будешь ждать, пока я сдохну, чтобы обоссать мою могилу? Это мы точно уже слышали. А солдат такой. Нет, сэр. На гражданке я буду вставать поздно и не успею занять очередь. Что? Опять не смешно? Сәлем достар, каналда көптен бері видео болған жоқ. Сөйтіп ойлана келе компьютерімде бос тұрған ойын Ghost Recon Wildstone'ға Let's Play болмаса да, прохождение болмаса да, обзор ретінде видео түсіруді жөн көрдім. Видео барысында неліктен көптен бері видео шықпаған жайлы айтқым келеді, және білмеймін, бірдеме айтқым келеді. Жалпы маған бұл ойын қатты ұнады, маған графикасы да өте тамаша. Мен аздап түсіріп қойдым, себебі менің ноутбугым бұл ойынды көтермейді. Өздеріңіз де көріп тұрған шығарсыздар, қатады әлі де. Сондықтан мен қатты түсірген жоқпын графикасын. Тағы не айтуға болады? Бұда заданиялар кезек өзімен беріле бермейді. Өзіңіз таңдап алып, таңдағанда өзіңіздің бос уақытыңызда таңдап алып, миссияны өте беруіңізге болады. Так, трактор айдап көрейік. Трактор да бар екен мына жақта. Бай тұр. Я вас догоню. Түс артынан. Қойсын кәз. Бай тұрсыңдар. Так, кеттік. Так, мен қайыққа бару керекпін вообще-то. Бұл ойында жалпы қалай айтсам болады, сюжеттері де тамаша, және де ішінде әзілдер де баршылық. Бірақ көп деп айта алмаймын. Бірақ заданиялары өте керемет, маған ұнады. Айтпақшы, егер көрген болсаңыздар, кеше Супер Кигачтың каналында Let's Play болған болатын. Let's Play, яғни Let's Play болғанда стрим Counter-Strike'қа. Толығырақ айтқанда Counter-Strike Global Offensive. Соған мен де қатысқан болады. Егер байқаған болсаңыздар, қазір мен сіздерге өзімнің Steam'дағы аккаунтымды көрсетемін. Мінекей менің Steam'дағы аккаунтым, осы аккаунтпен стриміне қатысқан болатынмын. Супер Кигачтың стриміне қатысқан болатынмын. Менің де ютубер екенімді ешкім білмейді. Мен де әлі қатты танымал ютубер емеспін. Сондықтан дегенде, жалпы олар мені подписчиктердің арасына қосып есептеді. Яғни ютуберлердің арасына стримдерден мен подписчик болып есептелдім. Жалпы Counter-Strike'ты мен қатты ойнайын деп айта алмаймын. Аздап болса ойнайын. Бірақ ондай мықты пролар ұқсап ойнамайын. Міне, мына ойында көріп тұрғаныңыздай қалай ойнайын, дәл сол ойнайын. Мен ол ойында кейде мықты ойнасам, кейде мүлдем ойнай алмай қалатын кездерім болады. Ойынымызға көшейік. Мен қазір қарсыластарымның базасына шабуылдап отырмын. Онда әзірге ешкіміз жоқ сияқты. Дөңгелектерін жапсам, атау қашып кететін әдеттері бар жалпы. Опа, жалко жару, бірақ сонда да жарып сол керек.
Ой, ема, өлтірімші не істеп тұрсыңдар? Бұл менің сөзім. Так, кеттік. Бос сияқты, то есть таза сияқты. Мы в порядке, все целы? Үйдің ішін қарап шығайық. Бәлкім бір керек ақпарат тауып қалармыз. Басында бұл ойынның задайналарын дұрыс түсінбедім, қалай болатынын және қалай бастау керектігін. Кейін жайлап түсініп бастадым. Түсінгенде осы түсінгенім менің. Әлі емес, бұл әлгі задание емес, бұл жай ғана қаңғу десек те болады. Мы засекли машину полиции. Так, мінекей задание маған Нашим технарям пригодится. көлікті ұрлап кету деген задание беріп тұр. Спортивный машина. Окей. Ұрлап кету керек болса, ұрлап кетеміз. Так, мынақта вертолетный площадка жоқ па? Негізі мынандай алыс жерлерге вертолетпен барған жақсы, себебі 2 километр жерге тауды айналып бару керек. Мына жердің бәрі тау. О, мында вертолет бар екен. Класстарымыздың базасы, яғни ол жерде вертолет болады. Маған осы жерде басып алсам, мен бұл жерде вертолетті кез келген уақытта алып кете аламын. Ал басып ала алмасам, өлтірің. Қақып кетемін мен қазір. Қап, үлгермей қалдым. Қашты, түс. Машина жүрмей қалды, түс. Все, давайте, жігіттер, кеттім мен. Келесі көріскенше. Так. Екінші попытка. Вертолеттіге жоламаймыз. Басты миссиямызға барамыз. Окей. Мен манағы заданиямды таңдайын. Ол жақын жерде екен. Машину полита. Угоните ее. Нашим Мұнда бір самолет площадка бар екен, бірақ ол бізге керек емес. Себебі біз уже жақындап қалдық. Окей. Менің түсінгенім бойынша задание орындаған сайын мына карта үлкейіп ашыла береді, және үлкейген сайын біз басты жауымызды табу керекпіз. Яғни жауларымыздың бәрін басқарып отыратын адам. Чисто кеттік. Так, басты жерге келдік. Біздің мақсатымыз көлікті ұрлау. Так, осы жерін музыкамен өткізіп жіберейік. Так, музыкамен өткізіп жіберсек, әрі жылдам болатын сияқты. Опа, міне нағыз көлік. Біздің ұрлап кету керек көлігіміз осы. Так, түс. Бізге жүргізу керек машинаны. Шапап тастау керек белгіленген жерге. Біреуің отырың. Отыр. Значит, это точно тачка Юрия и Полита. Еврейдікі, Это классная тачка для перепиха. Мне непонятно. Қай жағына өтеміз? Покупаешь дорогущий мер, ставишь хромированные диски, а потом ездишь на нем по тем же грязным городишкам, что и раньше. Я бы от такой тачки не отказался, а ты? Клевая тачка, классный костюм, но улицы те же. Так в чем смысл? Кондиционере. Вот, дұрыс айтады, кондиционер. Ең керек кондиционер ғой. Жазда. Әсіресе әскери адамдарға. Әзіл қой адамдар дейсің ғой.
бәлки белгіленген жерге де көлікті жеткіздік. Аман есен деп айта алмаймын. Әйтеуір жеткізе алғанша жеткіздік. Түсу керек қой машинадан. Теперь дело за Жоқ, полной қалай или гараж бар ма? GPS-машины и поищет Гараж место, ашыла где ма? прячется Юрий Ипполитов. Единственное необходимое качество. Так, келесі заданиямыз біз армадиллоның в общем, армадиллоны ұстап алу керекпіз. Допрос жүргізу керекпіз. Ол бізге барлық информацияны айту керек сияқты. Жалпы ойымша Провинции көбісі работает сондай. влияние картеля. Пропагандистская машина. Мы должны изучить их методы работы. Так, видео доступно дейді. М-ді бас дейді. М-ді бастым. Ештеңе жоқ. Басып тұру керек. Бәсе. Священникам нравится их болтовня, не так ли? Но слова — это пустой звук. Бәсе, сюжет қарап жатыр, демеңдер. Его люди с трудом выживали. Он хотел что-нибудь сделать. Он должен был помочь нуждающимся и плевать, откуда придет помощь. Но кое-кто решил, что он заключил сделку с дьяволом. Его изгнали. Он потерял семью, друзей. Все. Когда я нашел его, он был сломлен. И я привел его в Санта-Бланку, чтобы проповедовать новую веру. Ведь мы обручены со смертью с момента рождения и должны любить ее сильнее жизни. Святая благословенная смерть, богиня тьмы, освободит тебя от болезней и зла. Предаешься ли ты ей душою и сердцем? Он обратил меня в истинную веру. Он мой духовник и моя совесть. Да. Лишь ему одному я верю всем сердцем. Так, сюжетті көріп болдық. Сюжеті керемет екен. Жалпы маған ұнады. Бірақ мағынасын түсінбедім. Бару керек жеріміз 1 километр жерде. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей целге мен жаяу келдім. Жарты жолда көлігімді тастап. Осылайынан жаяу баруға тура келеді. Алыстан адамдар көрінбейді екен, яғни қарсыластар. Вот міне. Ясно, покажу. Мынаның ішінде 2 противник бар. Ясно, покажу. Все готово, жду указаний. Так. Алпса ананы, алпса. Готово, жду указаний. Алпса. Цель ликвидирована. Ай, красавчик. Кеттік. Так, мынау алынбайды екен де. Екіншісі. Жақсы, онда. Мына жерде документ бар деймін. Так, документ. Так, мынақта есік жоқ қой. Жоқ. Ары қарай. Кеттік, ары қарай. Так, мына КамАЗдың артында шығатын жер бар ма? Жоқ. Кеттік. Мынаны айдап кетсек. Жоқ, айдауға болмайды. Біз білдіртпей ішке кіру керек сияқтымыз, себебі бұл қалай айтсам болады. Эй, тут оружейный ящик. Патрульный единиц бұлар типа полициялар деген сияқты. GTA-дағындай полицияларды өлтіре берген сайын жаңағы не жұлдыздар да көбейе береді. Бұда жұлдыз стрелка так. Что-то қалай там суретке түсіре алшы кім? Вижу бойца. Он совсем один. У контейнера с едой.
айтпақшы достар, мен сіздерге Counter Strike'тағы аккаунтымды көрсете алмайды екенмін, себебі мен дәл осы видеоны түсіріп жатқанда, дәл осы видеоны дайындап жатқанда Steam'нан вакбан алғанмын. Вакбанда не үшін береді? Мен чит қолданғаным үшін береді. Жалпы мен өзім қолданған жоқпын. Мен студент болғаннан кейін мен қасымда да балдар бар. Бәріміз квартирада жатамыз. Қасымдағы балдар ойнай алмағандықтан чит қолданған. Бірақ мен олар қолданайық дегенде қарсы болған жоқпын. Бірақ оларға айттым, білдіртпей ойнаң деп. Ал олар білдіртіп ойнағаннан кейін, яғни жалып тастап бан берген. Жалып тастаған. Қазір мен бан алып вакбанда енді мәңгілікке қалдым. Бұйырса, акция кезінде тағы да аккаунт ашып сатып алармын. Бұйырса егер. Бұйырмаса ол да жоқ. Бастысы мына жердегі снайперді алып тастау керек. Так. Көреміз енді ол жағын. Мінекей Steam'дағы аккаунтым. Мінекей вакбан. Енді мен Counter'да ойнай алмаймын. Демек, соңғы рет қазақ ютуберлермен ойнап кеттім. Қазақ ютуберлермен ойнап банда алдым, яғни мен қалай айтсам болады. Так, бұл жерінде әнмен өткізіп жіберейік. Бастысы ютуберлермен ойнап үлгердім. Так. Так, міне қарауылда біреу тұр екен. Мана біз қарағандар жоқ еді, қазір бар. Так, кеттік. Енді башняға көтерілуіміз керек. Ең бастысы сол жер. Так, мына жермен барған дұрыс. Так, мынақта снайпер қайда? Әзірге көрінбейді, жақындайық. Опа, не? Кетті. Артында біреу көріп қоя жаздады. Так. Негізі тревога жасамаған дұрыс. Себебі манаға көрдіңіздер ғой. Қалай кетеді тревога. Кеттік. Вышкадағы өлді. Достарымызды құтқарсақ атыс бастамай екен. Бастамайтын шығар. Оружие, автоматтарды қайықтан алады олар. Главное қашып кетсе болды ғой. Так, босат жіберейік. Так, давай шығыңдар достар, шығың. Боссыңдар. Қашыңдар. Қашы, мен артынан жүрмен, қашың. Ой, ема, автомат бар ма мына жерде? Осыны аласыңдар ма сендер? Мен автомат жоқ шығар деп ойладым, жақсы. Вышкаға көтеріліп, снайперін алып алайық. Бәрінде автомат бар енді. Бастысы бастамай тұра тұрың атысты. Мен құртып алайын біразын. Так. Ауыстырып алдым. Яқта ештеңе жоқ та. Кеттік. Кімнен бастаймыз? Мына жердегі снайперден бастайық. Снайпер көрінбейді. Вот не. Так, астында біреу жүр. Бастамаң, атыс бастамаң, отырың тығылың. Так, анау үйдің ішінде. Түсейік. Опа. Так. Кетті. Мен өлтірмесем де әйтеуір біреу өлтірді. Так. Ана жерде көріп қоймасын. Главный көріп қоймасын. Бізге сырттан келген, бізге емес, яғни біздің қарсыластарымызға сырттан көмек келсе, бізге жеңу қиын болады. Так.
Опа, көрдім міне. Кіріп кетейік главный. Сырттан көмек келе жатыр аналарға, яғни бізде бір жұлдыз, яғни так, мына жерде армадильо болу керек. О, міне армадильо. Ұстайық, допросить етейік. Мудаки. Насрать! Можете убить меня, я ничего не скажу. Тебе виднее. Но в один прекрасный день эта гнусная садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи, посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Все, біздің заданиямыз орындалды. Намаз, мы наконец-то вышли на Юрий Ипполитов. Центр сравнил данные GPS-машины и описание от пленника. Они в охотничьем домике. Говорят, они используют его для допросов с пристрастием. Давай координаты, мы этим займемся. Прикончите их за меня. И пусть им будет очень больно. Давайте займемся делом. Окей. Жаңа задание это карту дейді. Все, бүгінге осы. Сіздермен бірге болған мен FT Fury, Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да бір өтінішім, егерде видеоға идея қалдырсаңыздар жақсы болар еді. Идеяны видеоның комментариясына жазып кетсеңіздер болады. Себебі мен көптен бері видео шығара алмай жүрмін. Яғни идея келмей жүр. Ал бүгінге осы. Аман сау болыңыздар.